Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қаттама нан жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады, балаларға қатты ұнайды. Осындай қатпарлы дәмді қаттама нан жасаймыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең бірінші жылы суға 1,5 шай қасық тұз салып, үлкендеу ыдысымызға ұнды салып, үстіне 3 шай қасық сұйық май құямыз. Және тұз салынған суды үстінен құйып, қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Он 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін ішіне жағатын майды осылай ыдысқа ертіп аламыз. Мен щедрое летоны пайдаландым. Өте дәмді болады. Біздің қамырымызды енді қолмен тағы да басып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен соң қамырды жаямыз. Описание бөлімінде менде ерекше тағамдардың сілтемелері бар. Кіріп, көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Қамырды жұп-жұқа етіп жайып болдым. Міне осындай жұқалықта болу керек. Енді осы қамырдың дәл ортасынан пышақпен бөліп аламыз. Және еріген майды бірінші бөлігіне жағып шығамыз жақсылап. Енді екінші қамырды үстіне беттестіріп, оның да үстіне май жағамыз. Менде кішкене май қалды, ол ештеме етпейді. Енді осы қамырды ұзынша етіп, пышақпенен кесіп аламыз. Және осыны ораймыз қамырларды. Бірінші бөлігі кішкентай болғандықтан 2 қабат қылып орадым. Қалғандарын бір қабаттан орап шығасыздар. Раушан гүлі сияқты болып шығу керек. Міне осы күйінде қолмен басып, менде 5 күлше шықты. Пакетикке салып, морозильникке 20 минутқа қойып аласыздар. Міне 20 минут өтті. Енді қолымыздың көмегімен және оқтаудың көмегімен осылай шелпек тәрізді етіп жайып аламыз. Міне тура осындай қылып жаясыздар. Қатты жұқа болып кетпесін. Мен 5 күлшені де жайып болдым. Енді мен бағанағы еріген майдың қалғанын пайдаланып жатырмын. Сіздер кәдімгі сұйық май пайдалансаңыздар да болады. Бірінші күлшені салдым. Және қызарып піскенше, осылай көтерілгенше пісіріп аламыз бір шетін. Орташа отта пісіреміз. Одан кейін аударып екінші шетінде пісіреміз. Күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Тағы да кішкене май құйдым, сұйық май. Міне біріншісі пісті, екіншісін аударып тағы да пісіріп жатырмын. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Міне біздегі қатпарлы нанымыз дайын болды. Біздің балалар бір шайға отырғанда жеп қойды, өте дәмді шықты. Тез әрі көп ингредиентті қажет етпейтін үйде бар заттан жасауға болады. Сіздерге видео ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қойларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.